Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта трапеция және оның қасиеттерін қарастырғанбыз. Бүгін сол тақырыпқа есептер шығаратын боламыз. Бізге берілген бірінші есебіміздің трапецияның табанындағы бұрыштары 68 және 71 градусқа тең болса, қалған бұрыштарын табуымыз қажет. Олай болса, бірінші есеп берілген, трапеция саламыз. Осы трапецияның бұрыштары 68 және 71 градусқа тең. Ал бізде берілген екі бұрышта сүйір болғандықтан біз берілген трапецияның А, Б, С, Д трапециясының А және Д бұрыштарын ала алады екенбіз. А бұрышын 68 градусқа теңестірсек, Д бұрышын 71 градус деп ала аламыз. Қалған бұрыштары Б мен С-ның градустық өлшемдерін табуымыз қажет. Бізде бұрыштар тең емес, сондықтан белгілеуде сәйкесінше бірінші бұрыш, екінші бұрыш деп белгілейік. Олай болса, бұрыш А-мыз тең 68 градусқа, бұрыш Д-мыз тең 71 градусқа. Табуымыз қажет бұрыш Б-ны және бұрыш С-ның градустық өлшемдерін. Енді осы есеп шығармас бұрын алдымен ВЦ мен АД параллель түзулердің қасиетін еске түсірейік. Бұл жерде АД табаны мен БЦ табаны параллель. Және бұл жерде АБ түзуі осы параллель түзулерді қиюшы түзу болып табылады. Олай болса, осы суреттегі БЦ түзуі мен АД түзуін ұзартайық. Және АБ түзуінде ұзарса, бізде қараңыздар не пайда болады. Яғни бұл жерде АБ қиюшы түзу болғандықтан, мына екі бұрыш ішкі айқыш бұрыштар. Дәл солай, мына бұрыш пен мына бұрышта ішкі айқыш бұрыштар. Ал ішкі айқыш бұрыштар өзара тең. Ал бұл жердегі АД түзуіндегі берілген мына бұрыш пен екінші бұрыш екеуі бір-біріне сыбайлас бұрыштар. Және АВ түзуінің бір жақ бөлігінде қалған екі бұрыштар тұстас бұрыштар деп аталады. Және олардың қосындысы 180 градусқа тең. Олай болса, В бұрышы табу үшін, бұрыш В-ны табу үшін біз 180 градустан азайтуымыз керек 68 градусты. Сонда бізде В бұрышымыз 180-нен 68 азайтсақ 112 градусқа тең. Ал дәл солай, енді С бұрышын табу үшін бұл жердегі түзулерді ұзартайық, параллель түзулерді, және сәйкес С-ды қабырғасында ұзартсақ, онда бізге 71 градусқа тең екінші 71 градусымыз мына бөлікте орналасады. Бұл С-ды қиюшы түзуінде орналасқан ішкі айқыш бұрыштар болып табылады. Сәйкес онда 71 градусына тең екінші бұрышты таба аламыз. Ал бізге белгісіз үшінші бұрышты табу үшін біз мына жоғарыда қайталаған әдіс бойынша да табуға болады, немесе берілген төрт бұрыштың, кез келген төрт бұрыштың төртінші бұрышын табу үшін, яғни жоғарыдағы аталған әдіс бойынша да қолдануға болады. Екі параллель түзуді үшінші қиюшы түзумен де табуға болады. Немесе берілген төрт бұрыштың барлық ішкі бұрыштарының қосындысы 360 градусқа тең болса, белгісіз С бұрышын қалай табамыз? Яғни белгісіз С бұрышы тең болады. Ішкі бұрыштардың қосындысы 360 градустан азайтамыз қалған белгілі бұрыштарын. Яғни бұрыш А қосылған бұрыш Б қосылған бұрыш Д-ны. Сонда бұрыш С тең болады 360 градустан азайтамыз. Бізде бұрыш А-мыз 68 градусқа тең. Бұрыш В-мыз бізде 112 градусқа тең. Қосылған Д бұрышы бізде 71 градусқа тең. Бұрыш С сонда 360 градустан азайтамыз. 68-ге 112-ні қоссақ 180, 180-ге 71-ді қоссақ 251-ге тең. Ал 360-тан 251-ді азайтатын болсақ, бұрыш С тең болады 109 градусқа. Сонда берілген трапецияның барлық бұрыштарын табуға болады. Яғни жауабын қысқаша жазатын болсақ,
ізделінді бұрыштарымыздың градустық өлшемі 112 градус және 109 градусқа тең. Енді біз тағы да бір екінші есепті қарастырайық. Екінші есептің шартында трапецияның табандары 2 және 5 метрге тең. Және бір қабырғаларын теңде 3 бөлікке бөлгенде арасындағы пайда болған кесінділердің ұзындығын табуымыз қажет. Есептің шарты бойынша суретін салып көрейік. Бізге трапеция берілген. Трапецияның табандары 2 және 5 метр. Осы трапецияның бір қабырғаларын теңде 2 бөлікке бөлінген. Сонда осы трапецияның бөліктерін қосатын болсақ, және ол табандарына параллель болатындай, осы кесінділердің ұзындығын табуымыз қажет. Ол үшін кесінділерді біз X, Y деп белгілейік. Және сыртқы трапецияны A, B, C деп төбелерін белгілеп шығайық. Және X кесіндісін оны біз E, F кесіндісі, және екінші Y кесіндісін K, L кесіндісімен белгілейік. Табу керек X пен Y кесінділерінің ұзындығын. Ол үшін біз алдымен қарастырамыз. Бұл жерде біз байқағанда бізде 3 трапеция бар. Бірінші трапеция A, B, C, D трапециясы, екінші трапеция K, V, S, L, үшінші трапеция A, E, F, D. Осы 3 трапецияның алғашқы соңғы 2 трапецияның ортасылықтарын есептеп көрейікші. Біз бірінші қарастырамыз бұл жерде трапеция K, B, C, L. Осы трапецияның ортасығы бізде EF кесіндісі. Онда EF кесіндісін біз X арқылы белгілегенбіз. Онда біз X-ті табамыз. Ол бізде табандардың қосындысының жартысына тең. Яғни BC мен KL-ді қосып 2-ге бөлгенге тең. Ал бізде BC 2-ге тең болғандықтан 2 қосылған Y бөлінген 2 деп қарастырамыз. Ал екінші трапецияда бізде A, E, F, D трапециясында ортасығы KL. Оны біз Y әрпімен белгілеген болатынбыз. Онда Y-іміз бізде тең болады X қосылған 5 бөлінген 2-ге тең. Осы 2 трапецияның ортасықтары арқылы жүйе құратын болсақ, және бөлімінен бірден құтылатын болсақ, бізде жүйеміз қалай болады? 2X тең 2 қосылған Y, 2Y тең X қосылған 5-ге тең. Осы теңдеулер жүйесін шығарсақ, бізге белгісіз X пен Y-дің мәнін таба аламыз. Ол үшін бірінші теңдеуден Y-ті алмастыру тәсілімен табайық. Онда бірінші теңдеуден Y-дің мәні тең болады 2X алынған 2-ге тең. Ал екінші теңдеудегі Y-дің орнына бірден 2X минус 2-ні қоятын болсақ, сонда бізде 2X минус 2 тең X қосылған 5-ге тең. Соңғы алынған теңдеуіміз бір айнымалысы бар теңдеу болып табылады. Соңғы теңдікті шығаратын болсақ, сонда бізде 4X минус 4 тең X қосылған 5-ге. Осы теңдеулердің екі жақ бөлігінде айнымалыларын бір жаққа, ал белгілі айнымалы сандарды екінші жаққа шығарайық. Сонда 4X-тен азайтамыз X-ті тең 5-ге қосамыз 4-ті. Яғни теңдіктің арғы және бергі бетіне өткен кезде таңбалары да қарама-қарсы таңбаға өтеді. 4X-тан X-ті азайтсақ 3X-ге тең, ал 4-ге 5-ті қоссақ 9-ға. Сонда X-тің мәні 3-ге тең. Яғни бұл жердегі EF кесіндісінің ұзындығы 3 метр дегенді білдіреді. Ал 3-ті тауып алдық, олай болса Y-дің де мәнін таба аламыз. Y-тен 2-ні көбейтеміз 3-ге, аламыз 2-ні. Сонда Y-дің мәні 4-ге тең. Сонда берілген есептің жауабын қысқаша жазатын болсақ, яғни ізделінді кесіндінің ұзындықтары 3 метр және 4 метрге тең. Тақырып тағы түсінікті болу үшін тағы есептер шығарып көрейікші. Енді біз үшінші есепті қарастырайық. Үшінші есептің шартында тікбұрышты трапецияның табандары 10 және 15 сантиметрге тең және бір бұрышы 45 градусқа тең. Осы трапецияның кіші бір қабырғасын табуымыз қажет.
Олай болса, есептің шарты бойынша трапецияны саламыз. Яғни бізде берілген тік бұрышты трапеция. Яғни бір бұрышы тік болатындай тік бұрышты трапеция. А, Б, С және Д. Ал бұл жерде табандары БЦ мен АД. Ең кіші қабырғасы БЦ болғандықтан, оның ұзындығы 10 сантиметрге, ал АД қабырғасының ұзындығы 15 сантиметрге тең. Және бір бұрышы 45 градус. Яғни бұл жердегі С бұрышы, бұл жерде А және Б бұрыштар тік болғандықтан, С бұрышы доғал, онда сүйір бұрыш бізде Д бұрышы болады. Оның мәні 45 градусқа тең. Бізге табу керек осы трапецияның кіші бір қабырғасын. Кіші бір қабырғасы ол бізде АБ қабырғасы. Осы қабырғаның ұзындығын табуымыз қажет. Енді бізге есептің берілгені бойынша шартын жазып алайық. БЦ қабырғасы 10 сантиметрге тең, ал АД қабырғасы 15 сантиметрге тең. Бұрыш Д бұрышы 45 градусқа тең. Табу керек белгісіз АБ қабырғасының ұзындығын. Ал енді есептің шартын жаздық. Енді біз АБ қабырғасының ұзындығын қалай табамыз? Ол үшін С төбесінен АД қабырғасына АБ-ға параллель болатындай АД қабырғасына биіктік түсіреміз. Бұның да градусы өлшемі 90 градус болады. Бұны біз Е арқылы белгілейміз. Сонда СЕ кесіндісі АД-ға перпендикуляр болады. Және пайда болған А, Б, С, Е тік төртбұрыш, онда сәйкес ұзындықтар тең болады. АЕ-нің ұзындығы да 10 сантиметрге тең болады. Яғни АЕ тең 10 сантиметрге және Еді тең болады 5 сантиметрге. Бұл жерде бізде Е, ал Еді ара қашықтығы 5 сантиметрге тең. Ал АБ мен СЕ ұзындықтары тең. Яғни бізге СЕ-нің ұзындығын тапсақ жеткілікті. Яғни жазып қояйық, АБ-ның ұзындығы тең СЕ-ге. Оның да ұзындығы X деп белгілейміз. Олай болса қарастырамыз ЕЦД тік бұрышты үшбұрышын. Қарастырамыз ЕЦД үшбұрышын. Бұл жердегі Е бұрышы бізде тік бұрыш, оның мәні 90 градусқа тең. Ал тік үшбұрыштың бір бұрышы сүйір бұрышы 45-ке тең болса, сәйкес екінші бұрышы да 45 градусқа тең болады. Онда бұрыш ЕЦД-ның да мәні 45-ке тең. Онда берілген ЕЦД үшбұрышымыз тік бұрышты және тең берілі үшбұрыш. Яғни тең берілі болғандықтан, Еді-нің мәні тең болады СЕ-ге. СЕ-нің мәні де 5 сантиметр деген сөз. Онда берілген тік бұрышты трапецияның АБ кіші қабырғасының ұзындығы 5 сантиметр деген сөз. Жауабы ізделінді кіші қабырғасының ұзындығы 5 сантиметрге тең. Келесі төртінші есепті қарастырайық. Төртінші есептің шарты мынандай. Бізге тең берлі трапеция берілген. Оның бір бұрышы 60 градусқа тең. Ал табандары 15 және 49 сантиметрге тең. Табу керек осы тең берлі трапецияның периметрін табуымыз қажет. Есептің шарты бойынша сызбасын салып алайық. Яғни бізде берілген тең берлі трапеция, яғни олардың бір қабырғалары тең. А, Б, С және Д. Және олардың табандарының ұзындықтары берілген. Кіші табан 15 сантиметр, ал үлкен табаны 49 сантиметр. Және табандағы бір бұрышы 60 градусқа тең. Ол бізде мына бұрыш 60 градусқа тең болады. Табуымыз керек осы трапецияның периметрін. Ал енді есептің берілген сызбасы бойынша шартын жазайық. Бізде БЦ қабырғасы тең 15 сантиметрге, АД табаны 49 сантиметрге тең, және бұрыш А бұрышы 60 градусқа тең. Және бізде тең берлі болғандықтан сәйкес екі бүйір қабырғаларда тең болады. АВ
тең болады CD-ға. Олай болса, А бұрышы мен Д бұрышы да тең болады. Яғни тең берлі трапецияның сәйкес табандағы бұрыштары да тең болады. Онда бұрышты да 60 градусқа тең. Табымыз керек осы трапецияның периметрін. Табу керек периметр AVCD трапецияның. Енді есепті шығарайық. Ол үшін бізге қараңыздар, В төбесінен АД табанына биіктік түсіреміз. Биіктік табанына перпендикуляр жасап түсіреді. Оны біз Е-мен белгілейміз. Сонда АД табанына ВЕ биіктігін түсіреміз. Ол 90 градуспен түседі. Онда бізде пайда болған тікбұрышты үшбұрышымыз АЕБ үшбұрышы. Бұл жердегі бұрыш Е 90 градусқа тең. Және бізге А бұрышы белгілі, белгісіз Б бұрышын да таба аламыз. Ал белгісіз Б бұрышын біз үш әріппен белгілейік, А, Б, Е бұрышын табайық. Бұл жерде үшбұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Яғни белгілі екі бұрышын қосып 180 градустан азайтқанға тең. Яғни 180 градустан азайтамыз. Белгілі 60 пен 90-ның қосындысына 60 пен 90-ды қоссақ, оның мәні 150-ге тең. Онда А, Б, Е бұрышы 30 градусқа тең. Дәл солай С төбесінен де АД қабырғасына биіктік түсіретін болсақ, онда бұл жерде де бізде сәйкес бұрыштары, бұны біз F-пен белгілесек, онда FCD бұрышы да 30 градусқа тең. Мына бұрыш та 30 градусқа тең. Яғни тең берлі болғандықтан бұл екі үш бұрыш өзара тең болады. Яғни үш бұрыш А, Б, Е тең болады үш бұрыш Д, С, Ф-ға. Яғни бұлар барлық бұрыштары тең. Және енді бізге АЕ мен F-ті тең екенін табайық. Бұл жерде АБ қабырғасы мен СД қабырғасы тең, және сәйкес екі іргелес бұрыштар тең болғандықтан үш бұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша бұл екі үш бұрыш тең. Ал енді BC-ның қабырғасының ұзындығы 15 болса, EF-тің де ұзындығы 15 болады. Табайық АЕ мен EF-тің ұзындықтарын. Бұл ұзындықтар сәйкесінше тең болады өзара. Олай болса, біз жазамыз АЕ тең болады F-тіға. Оны біз белгісіз X әріпімен белгілейік. Яғни мына бөлігінде X деп аламыз, мына бөлігінде X деп аламыз. Ал BC-ның ұзындығы тең болады EF-ға. Оның мәні 15 сантиметрге тең. Себебі EBCF тікбұрышты төртбұрыш болып табылғандықтан, олардың қарама қарсы қабырғаларының ұзындықтары өзара тең. Ал енді бізге белгісіз АЕ мен F-ті өзара тең болса, АД-ның ұзындығы белгілі, X-ті тауып алайық. Олай болса, берілген кесінділердің ұзындығын жазайық. АЕ қосылған EF қосылған F-ті тең болады 49-ға. Бұл жерде АЕ мен F-ті XX болғандықтан, оны 2X қосылған EF-тің орнына 15-ке теңестіреміз. Оның мәні 49. Сонда 2X тең, 49-дан 15 азайтсақ, мәні 34-ке тең. Ал сонда X-тің мәні 34 2-ке бөлсек 17-ке тең. 17 дегеніміз ол АЕ мен F-тінің ұзындықтарының мәні. Оның мәні 17-ке тең. Ал енді осы жердегі үш бұрышты еске түсірейік. Тікбұрышты үш бұрыштың бір сүйір бұрышы 30 градусқа тең болса, онда оған қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Ал бізге берілген катет, онда оның гипотенузасы катетінен екі есе үлкен деген сөз. Онда біз АВ бүйір қабырғасын оңай таба аламыз. Теорема бойынша АВ қабырғасы тең болады 2 көбейтілген АЕ-ге. Сонда АВ қабырғасы тең болады 34-ке. Ал бізде тең бүйірлі трапецияның АВ мен СД қабырғалары тең, олардың мәндері 34 сантиметр. Біз берілген трапецияның барлық қабырғаларының ұзындығын таптық. Мына қабырғасы 34 сантиметр,
34 сантиметр. Енді тек бізге периметрін табу қажет. Онда периметр тең болады 2 көбейтілген 34, яғни 2 бүйір қабырғасы тең. Қосамыз 15 пен 49 табандарының ұзындығын. 15 қосылған 49. Мәндерін өздеріңіз есептеп көріңізші. 2-ні 34-ке көбейтсек 68-ге тең. Ал 15-ке 49-ды қоссақ 14, 64. Ал екеуінің мәні 132 сантиметрге тең. Біз сіздермен қарастырдық трапеция және оның қасиеттерін. Келесі кездескенше сау болыңдар.